Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерде үйде жасап пайдаланатын тәттілерімнің бірін сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін 450-500 граммдай талқан, жүгерін талқаны және 350-400 граммдай қайнатылған сгущенка, вареный сгущенканы пайдаланамыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспамыз өте жабысқақ болғандықтан қолымызды салқын сумен сәл сулап кәмпиттерімізді домалақ және төртбұрышты етіп пішін береміз. Өзіңізде бар формаларды пайдаланып кәмпиттерді әдемі пішінменен жасасаңыз болады. Мен мұнда өзімде бар роза пішінді форманы пайдаланамын. Оның бір ғана қалпын емес, бірнеше қалпын пайдаланамын, себебі ол өте иілгіш болып келеді. Міне роза пішінді домалақ және төртбұрышты кәмпиттерімізді жасап алдық. Бұл өте дәмді және табиғи өнім болып табылады. Бұл кәмпиттер қолыңыздан түсіп кеткен жағдайда немесе лақтырып көрсеңіз де еш пішінін жоғалтпайды, бөлініп шашылып қалмайды. Тәтті шайларыңызға осындай тәтті қолдан жасалған кәмпиттерді пайдалансаңыздар болады. Өте дәмді, өте сүйкімді. Тәтті шайларыңызға ауыздан кетпес дәм беретін тәтті кәмпиттеріміз міне дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Өз қолыңызбен дайындалған астарыңыз мол болсын. Отбасыларыңыздың іргесі мықты, бақытты жанұя болыңыздар.